Мейірім. Авторы Мейіргүл Оңғарова. Бірінші бөлім. Жансезім анасының айғайынан шошып оянды. «Тұр дедім саған», деп анасы Көркем Жансезімнің үстіндегі жылы көрпесін жұлып алды. Таңғы салқын денесіне лап еткен Жансезім бүрісіп, денесі қалтырап төсегінен атып тұрды. Денесін ауырсынса да, киімін тез-тез ауыстырып, жуынатын бөлмеге жүгірді. Кеше анасы ұрған иығы көгеріп қалыпты. Ештеңе етпейді. Апай көрмесе болды деп көгерген иығын мектепке киетін ақ жейдесімен қымтай жапты. Жуынып болып, зыр жүгіріп шай қойды. Артынан ерген екі сіңлісі де үрпиіп ұйқыларынан тұрып жатыр. Әкелері әдеттегідей үйде жоқ. Жансезімнің анасы да, әкесі де әскери адамдар. Әкесін айлап көрмейді. Сапармен алыс жақтарға көп кетеді. Ал анасы жақын жердегі әскери мекемеде жұмыс істейді. Бұл үйде тәртіп қатал. Көркем мен Олжастың 3 қызы бар. Қыздар кішкентай демейді. Көркем үшеуін де үйдің шаруасына икемдеп қойған. Жансезім 2-ші сыныпта оқиды. Ал 2 сіңлісі балабақшаға барады. Үйге келген адамдар ауыздарынан суық ұрып, қыздардың тәртібіне таңғалып кетеді. Алайда олар Жансезімнің ешкімге көрсетпей, күн сайын жылайтынын білмейді. Ана мейіріміне, әке қамқорлығына зәру. Шіркін, ана менің де маңдайынан бір ескесе ғой деп, көзі тірі анасын мейірленіп құшақтауға бата алмайды. Жансезім қанша тырысса да, үйдің шаруасын дөңгелете алмады. Бала емес пе? Баланың ісі шала. Ондай кездері анасы сөзге келмейді. Оқтаумен сойып алады. Алайда өз жасынан анағұрлым ересек көрінетін Жансезім нанды да жаяды, тамақты да жасайды, кір жуу, үй жинау деген істерге әбден машықтанған. Үй үнемі мұнтаздай таза болып тұрады. Ыдыс-аяқ кастрөлдердің тазалығын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Алайда Жансезімнің жүрегі жаралы. Не үшін басқа балалар сияқты асыр салып ойнамайтынын түсінбейді. Тіпті өзінің қуыршағы да жоқ. Анасы қыздарына ойыншық әпермейді. Үйге қонақ болып келген туыстары қуыршаға келсе, оны бірден қоқысқа лақтырады. Ойнамаңдар қуыршақпен. Тағы қыз тудырайын деп жүрсіңдер ме? Деп бақшайғанда 3 қыз 3 бұрышқа тырқырай қашады. Өйткені аналарының ашуы жаман. Анашым, сен неге қуыршақтарды жек көресің? Неге қыздарды жек көрем деп айтасың? Бізді де жек көресің бе деп сұрады бір күні Жансезім. Анасы үндемеді. Бар, ана киімдерді бүктеп, сөрелерге тегістеп сал деп бұйырды да теріс қарап жатып алды. Жансезімнің сұрағы жауапсыз қалды. Жақсы көрем демеді анасы. Әкесінің сөзі де миында тұр. Сен ұл туып жарытпайсың, ұл керек маған, ұл деп анасына шай үстінде айғайлаған. Көркем сол кезде сұрланып отырып қалған. Жансезім неге екені белгісіз, булығып көзіне іркілген жасты ішіне жұтып қойды. Анам да, әкем де бізді жақсы көрмейді деп 2 сіңлісін құшақтап ұзақ отырды.